Каналыма қош келдіңіз. Осы видеода сіздерге жарнамаға арналған постерді қалай жасайды, ол үшін қандай приложение қажет, хабар беретін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, қолдап кетуіңізді өтінемін. Ондай нәрсені жасау үшін ең алдымен сіз жаңа тіркелген консультанттың кабинетіне кіріп, тапсырыс беретін тізімін жасап салып аласыз. Міне мен өзіме қажетті тауарды корзинаға салдым. Келесі кезекте осы тұрған тауардың үстінен басып, суреттің үстінен басып, жоғарыда тұрған стрелканы басып сақтап аламыз. Міне сақталынды. Дәл осындай кезекте тұрған екінші тауарды да дәл осылай сақтап аламыз. Сақтап алдық, барлық тауардың суретін деп есептейік. Келесі кезекте бізге Pixart деген приложение қажет болады. Pixartқа кіреміз. Кірген сәтте ортада плюс батырмасын басасыз. Басқан сәтте все фото деген қатардан өзіңізге қажетті фонды таңдап алсаңыз болады. Немесе осы қатардың фондары бар, осыларды да сақтап алсаңыз болады, таңдап алсаңыз болады. Немесе бір түсті фондар бар, төменгі қатарда цветные фоны деген. Осы жерден өзіңізге ұнаған фонды таңдап аласыз. Егер де бұдан да бөлек фондар қажет болса, Google Play'ден немесе App Store'дан Pinterest деген приложение бар. Сол жерден өзіңізге ұнаған суретті сақтап алсаңыз болады. Келесі кезекте мен осы фонды таңдаймын. Таңдағаннан кейін жаңағы Faberlic компаниясының приложениесіндегі тауардың суреттерін сақтап алдық қой. Соларды біз қазір осы фонға қоятын боламыз. Ол үшін төменде тұрған мына қатарды біз инструменттер қатары деп айтамыз. Осы қатарды жылжытсаңыз, солға қарай добавить фото деген бар. Осы тұрған добавить фото дегенді басып, суреттерді саламыз. Өзіңіздің галереяңыздан жаңағы сақталынған суреттерді басып, таңдап, сақтап аласыз. Сақталынған суреттер міндетті түрде Faberlic деп сақталынады. Міне біздің жаңағы сақтап алынған суреттеріміз. Кемінде 10 сурет салсаңыз болады. Кейін осы 10 суретті салып болғаннан кейін, егерде тауарыңыз одан да көп болса, мына тұрған плюс батырмасын басып, қайтадан добавить фото деп, қайтадан суретті добавить етсеңіз болады. Енді бізге қажетті жұмысымыз. Мынау стрелка арқылы суретті тігінен тігетіп қойсаңыз болады, немесе басқа пішінде де қоюға болады. Екі стрелкасы бар стрелочка, оны үлкейтесіз және кішірейтесіз. Ал мына тұрған X-ті бассаңыз, осы фонда осы сурет өшіріп тастайсыз. Енді мен жаңа стрелка арқылы түзулеймін. Түзулегеннен кейін міндетті түрде ақ фонды өшіріп тастаймын. Ол үшін мен Now Remove BG дегенді басамын. Басқан сәтте осындай болып шығады, удалить фон, вернуть деп. Сіз осы жердегі удалить фон дегенді басып, артында тұрған ақ түсті өшіріп тастайсыз. Дәл осындай ретпен барлық суреттің артқы фонын өшіресіз. Remove BG, удалить фон. Мінекей, тағы да біреуін өшірейін.
түзулейміз. Remove bg, удалить фон. Дәл осындай ретпен барлық тауардың артқы фонын өшіріп тастайсыз. Енді мен өшірдім деп есептейік. 3 суреттің өшіру жолын көрсеттім. Түсінікті болды деген ойдамын. Келесі кезекте стикері деген қатар бар. Стикері қатарына кірсеңіз, үстінен басасыз, кіресіз. Міндетті түрде мына бір поискты лупаның суреті тұр. Осыны басып іздейміз. Акция деп жазайық. Өзіңізге қандай зат қажет, соның жазып, обязательно міндетті түрде поискты басып іздейсіз. Осы жерден өзіңізге ұнаған түрін таңдайсыз. Мен мысалы осы акция дегенді таңдадым. Жаңа жоғарыда айтып өткендей, осы стрелканың көмегі арқылы кішірейтіп, осы бұрышқа қойып қоямын. Енді келесі кезекте мәтін жазу керек. Текст деп жазасыз. Өстіп өзіңізге қажетті тексті тересіз. Faberlic компаниясына шақырамын деп жазайын мысалыға. Өзіңіздің ойыңызға қарай кез келген мәтінді жазып, осылай қойсаңыз болады. Цвет деп цвет таңдайсыз. Заливка десеңіз, осындай артқы фонын заливать етсеңіз болады мысалыға. Обводка дегеніміз мынау әріптердің сыртында тұрған контурды деп айтсақ болады. Осылай үлкейтіп, кішірейтіп алсаңыз болады. Интервал бұл әріптердің, интерляж деген әріптердің ара қашықтығын ашады. Кернинг деген сөздердің ара қашықтығын ашады. Көріп тұрғандарыңыздай мына жерде корона тұр, және мына жерде корона тұр. Бұл негізі платный версияда қолданылатын пункттер ғана. Менің телеграм каналыма кірсеңіз, дәл осы Pixart приложениясын сақтап алсаңыз, платный версиясында қолданылатын барлық пункттер ашылған. Менде мына жерде әртүрлі шрифттар бар. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл шрифттар қазақ әріптеріне кейбіреуі қосылмайды. Сол себептен мен өзім шрифттер добавить еткен болатынмын, қосқан болатынмын. Сол шрифттерді қолданып жасаймын. Егер де сізде ондай шрифттер болмаса, телеграм каналда шрифттер бар, сол жерден алсаңыз болады. Енді осылай жасалық дедік. Әріптер міндетті түрде түсінікті болу керек. Басқа әріптерден айырмашылығы болмау қажет. Адам оқыған кезде көзі талып, шаршап, жалығып кетпейтіндей. Дәл осындай ретпен өздеріңіз өзіңіздің фантазияңызға қарай, қалауыңызға қарай дәл осындай жарнама постерін жасай аласыз. Енді мен мына жерде осылайынан жасадым. Біздің каталогтың акциясы. Осылай жазып қойсаңыз да болады. Видео түсінікті болды деген ойдамын. Маған тіркеліп, осы видеом пайдалы болса лайк басып, түсініксіз болса комментарий жазып қалдырып кетіңіз. Міндетті түрде жауап беремін. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыз.